Таударған үйде қарасаңыз, үйінің бәрі түскен. Мына қардың ізімен де көрініп тұр. Уровень. Принципе, мына жерде қауіп жоқ. Дежурный бар орында. Сонда түнімен дежурствоға қою керек мында. Міндеттерді тауданды. Басқа ауылда ешқандай қауіп жоқ қой. Жоқ, міне ана анамен кетеді. Қарап отырамыз. Ана үлкен балконда бар қарап отырамыз. Давай, оперативно онда. Быстро. Жаңа қосып тұрған жоқ па? Сол, погрузчик. Вот онда соны алып келдім. Бүгін наурыздың 17-сі сағат түнгі 3:25 қалада ауа райының күрт өзгеруіне байланысты қалаға қарасты елді мекендерде су жүре бастады. Осы түнде Қорайлы, Жаңақоныс, бауырластар тұрғын алаптарын мамандармен бірге қарап шықтық. Осы аталған елді мекендер аумағынан дала сулары жылдағы өз арнасымен ағып жатыр. Арналарының аймағын бекіту, судың бағытын бұру шаралары атқарылуда. Қаланың барлық коммуналдық қызметі, құтқару қызметтері күшейтілген режимге көшірілді. Қазір төтенше жағдайлар қызметі мен аудан әкімдіктерінің өкілдері және техника түнгі кезекшілікте тұр. Дәл қазіргі сағаттарда тұрғын үйлерге қауіп төніп тұрған жоқ. Бұдан әріде қадағалауды жалғастыратын боламыз.